Қайырлы күн, қымбатты достар, назарларыңызға әдеттегідей психологиялық тест. Мына сүйкімді жапалақтардың ішінен ұнаған біреуін таңдап, өзіңізге сай келетін психологиялық мінездемені алыңыз. Сонымен нөмірі 1 жапалақ. Сіз өте әуесқой, білімге құмар жансыз. Әрдайым жаңа нәрселерге, қызықты нәрселерге құмартып тұрасыз. Ашық жарқын адамсыз. Бірақ бір кемшілігіңіз, өзіңізге кейде қажеті жоқ нәрселерге де тұмсығыңызды соғып жүресіз. Және оны түзеткеніңіз жөн. Нөмірі 2 жапалақ. Сізде де аздап әуесқойлығыңыз бар және өте аңғал жансыз. Ішіңізде әлі күнге дейін кішкентай бала өмір сүріп жатқандай. Өзіңізді қорғап алуға да қабілетіңіз жете бермейді. Зұлымдарға қарсы тұруға дәрменсізсіз. Бірақ жақында бәрі өзгереді. Сеніңіз. Нөмірі 3 жапалақ. Сіз өте тоңғақ адамсыз. 30 градус ыстықта да тоңып жүруіңіз мүмкін. Сіз айналадағы бәрінен қорқасыз. Бірақ бұлай жалғаса беруі мүмкін емес. Өз қорқыныштарыңызды жеңе біліңіз. Тәуекелге жиі барыңыз. Нөмірі 4 жапалақ. Сіз өзіңізге сенімді адамсыз және әрдайым жаңа белестерді бағындыруға ұмтыласыз. Алайда осыған кедергі келтіретін бір нәрсе, ол сіздегі балаға тән қылықтарыңыз. Тезірек есейіп, ситуацияны қолға алғаныңыз жөн, сонда бәрі де жақсы болады. Нөмірі 5 жапалақ. Сіз пессимист жансыз. Табиғатыңыз сондай. Сізді өзгерту немесе жақын қарым-қатынас орнату қиынның қиыны. Өзгеруге тырысыңыз, сонда басқалармен тіл табысу да әлде қайда оңайырақ болады. Нөмірі 6 жапалақ. Сіз тәкаппар, өргеуде жансыз. Басқаларға жоғарыдан қарайсыз. Өзіңізге де сондай болғаныңыз ұнайды. Алайда бұндай болғаныңыз жарамайды. Жақсы адамдар ондай адамдармен жақын қарым-қатынас орнатуды қаламайды. Сол себепті өзіңізге ұнаған адамдармен қарым-қатынас орнатуда қиындықтар туындауы мүмкін. Сонымен қалай сәйкестіктер бар ма? Олай болса, ойыңызды бөлісе отырыңыз. Бізге егер тіркелмеген болсаңыз, тіркеле кетіңіз және қоңыраушаны басып қойыңыз. Алдағы қызықты тесттерді жіберіп алмау үшін. Көріскенше күн жақсы болсын.